Бұл Бахашак онлайн өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Неге Қытай азаматтары менің қытайша сөйлегенімді түсінбейді? Бұл қытайша үйреніп жүргендердің ең үлкен проблемасы. Бұл проблема біздің еліміздегі жеке курстарда, мектеп, колледж, университеттерде Қытай тілін үйреніп жүргендердің ғана проблемасы емес, Қытайда да Қытай тілін үйреніп жүргендердің проблемасы. Мысалы, бір жыл бұрын маған бір қыз хабарласты. Ол еліміздегі ең мықты университетте бакалаврда Қытай тілін үйренген екен. Ол қыз былай дейді: менің қытайшам нашар екен, басынан бастап сөздерді қайтадан жаттап жүрмін дейді. Сонда 4 жылдың ішінде Қытай тілін оқып, одан кейін нөлден бастап сөздерді жаттағаны нені көрсетеді? Бұл проблеманың қаншалықты ауыр, қаншалықты үлкен екенін көрсетеді. Алдың күні маған осы университетте 3-ші курста қазір оқып жүрген Жансая деген қыз хабарласты. Онымен телефонмен сөйлестік. Әрине, бір жылдың ішінде бұл университеттің қытайшасы қалай болғанын білгім келді. Бұл қыз айтты: "Я, Қытай азаматтары келді, көмектесті, онлайн инструменттер болды" деді. Жақсы, бірақ мен бұл қыздың қытайша сөйлегенін естігім келді. Оған айттым: "Ең қарапайым сөйлем, сенің атың кім дегенді айтыңызшы" дедім қытайша. Ол айтты. Бірден байқадым, қытайшасы өте нашар екен. Оған айттым: "Сіз айтқан сөйлемнің ішінде сен деген сөз бар қытайша, айтыңызшы" дедім. Ол айтты. Мен сұрадым: "Қандай тонмен оқыдыңыз, қандай тонмен айттыңыз" дедім. Білмеймін деді. Сөйтіп сөйлемнің ішіндегі барлық сөздердің қалай айтқанын білмеді. Бұл деген өте нашар. Сөйтіп бұл университеттің қытайшасы бір жылдың ішінде еш өзгермегенін байқадым. Егер сіз Қытай тілін үйренемін десеңіз, үлкен өтініш сізден: қытайша дұрыс сөйлеуге дұрыс көңіл бөліңіз. Әйтпесе, осы проблемаға ұшырап, ақшаңыз, уақытыңыз, күшіңіз зая кетеді. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.